осы кезінде қазақ жерлері Қытайға сатылып жатыр деген бір ақпараттар шығып еді, кейін ол ақпараттар бәсеңдеп қалды аға. Назарбаев кезінде қазақ жерлері Қытайға сатылып жатыр деген кезінде ақпараттар шығып еді, кейіннен ол ақпараттар бәсеңдеп қалды, иә? Естіліп тұр ма? Сол қазақ жерлері кезінде Қытайға сатылып жатыр деген бір ақпараттар тарап еді аға. Кейіннен ол ақпараттар бәсеңдеп қалды. Осы Назарбаев кезінде қазақ жерлері шетелге сатылғаны рас па? Сұрақ естілді ме аға? Қазір ондай менде бағдарлама, ондай информация жоқ. Бірақ та мен өз басым ойлаймын, менің қалыптасқан пікірім, жер былықтырылды, жер сатылды. Осы кезге дейін жердің иелері әлі көп, кейбір жерлерде мал бағатын жер жоқ, шөп қымбат. Сондықтан қазір арабтардың да мына Шымкент жақта, Шығыс Қазақстанда жерлері бар дейді. Мен өз басым білем, мынау Қызылту жақ, Ақмола облысында ауылдарға бардым, көрдім. Жуырда Ақмола облысында тағы бір кісілер шулап жатты. Жердің иелері бүгін Германияда, жердің иелері бүгін Россияда жүр. Ал қазақтардың тұрғындарына, өзіміздің ұлттарымызға жер тимей жатыр деген осы интернетте көп жүріп жатыр ғой. Сондықтан жер мәселесі әлі қаралған жоқ. Біз енді жердің мәселесін 2003 жылы қарағанда Тасмағамбетов авторы жер сатылмайды деп айтқан депутаттар, міне менде құжат бар. Мен әдейі Жармахандар бұндай құжаттарды таратпайтын, мен көп кісілерге көрсетем. 10 кісі 67-76 кісіден 10 кісі қарсы жер сатылмайды деп дауыс берді. Мысалы, Назарбаев парламентке өзі мәжілістің отырысына келмейтін, сол жер сату үшін келді де, маған сенетіндер жерді сатуға дауыс беріңдер деп ашық айтты. Тура алдымызға келіп мәжіліске келді. Сонда ең бірінші Серік Абдрахманов тұрды да айтты, жер сатылмау керек деп. Одан кейін мен де тұрдым. Бірақ та оған қарамай көп кісілер дауысын берді. Міне мен оқып берейін. Абдрахманов, Абишев, Алибаев, мен қарсы болдық. Косарев қарсы болды. Сосын Макалкин қарсы болды. Мұртаза Шераға қарсы болды. Біреулер айтып жатыр ғой қазір. Мынау жалпы закон в целом принять деген заңды қабылдау. Бұл 30 апрель күні 12:44-те міне бәрі жазылған. Міне бұл құжат. Қазір неде бар? Сорокин қарсы болды, Тоқтасынов қарсы болды, Оразалинов Шаймерден ағамыз қарсы болды, о кісі марқұм. Сондықтан міне осындай кісілер қарсы дауыс берді жер сатуға. Басқа депутаттар, оның тізімін өздеріңіз білесіздер, жер сатуды қолдап. Қарсы болмағандар тізімінде кім болды аға? 4-5-еуін қалай едіңіз? Қарсы болмағандар жерді сатуға кімдер болды? 4-5-еуін атап өтсеңіз. Қарсы болды, міне тізімде енді міне көріңіз. Так. Алпысбеков, Амиргожин, Асанов, Бестаев, Веснин, Иванов, Дворецкий, Дрожин, Егоров, Ирежепов, Жалыбин, Қабанбаев, Кадырова, Қалижанұлы, сол сияқты міне 60-қа таяу депутат Тияқбай Жармахан сатуды қолдады. Тұрғысов ағамызда сатуды қолдады. Сондықтан тізімі міне бар, бұл құпия емес,
вообще күрделі мәселелерге депутаттың қалай дауыс бергені халықтың құқығы бар білуге. Бұны ашық айту керек. Бұл жерде айта кететін, мен біздің алдымызға көп азаматтар келді жер сатылмасын деп, заңды қараған кезде. Мына Шымкентте, оңтүстік Қазақстанда Ерментай Сұлтанмұрат деген бір бауырымыз бар, бізге шет. Сол кісі бүкіл дүниежүзілік талапты, қай жерде жер сатылды, қай жерде сатылмады, неге сатылды. Америкада мысалы жер қалай сатылды? Индейцтерді бәрін өлтіріп, қырып, резервацияға жіберіп, жерді келген бандиттер алып алды да, артынан жерді саудаға салып жіберді. Европада шіркеулер алды да жерді сатып, солай өздерінің қолдарына алып алды. Ал мысалы Израиль болсын, Қытай болсын, Австралия болсын, олардың қандай жерлері осы кезге сатылмайды. Олардың өндірістері қандай? Олардан үлгі алу керек, Европаның басқа жерлері. Сондықтан бізге Тасмағамбетов пен Назарбаев келіп, жекеменшік бізді байытады, бәлетігі. Міне 2003-тен неше жыл болды, міне 21 жыл болды. Ауыл көтерілді ме жер сатқанынан? Біз өндірісті ұлғайттық па? Етіміз көбейді ме? Бидайымыз көбейді ме? Жемістеріміз көбейді ме? Қазір не болса да бәрін шетелден, ұнның өзін біз Өзбекстаннан сатып алып жатырмыз. Еттің өзін Канададан, Бразилиядан әкеліп сатады осында. Сондықтан бұның бәрі өтірік болды, жалған болды. Осыған қазір жауап беру керек. Жерді ертең біз жинай алмаймыз. Жері жоқ, қандай халықтар қазір жерсіз ел бола алмай отыр. Ал біз осындай байлығымызды Қазақстанда алаш азаматтары Ленинға барып 3-4 миллион шаршы километр жерді бекітті Қазақстанға. Қазір 2-7 қалды. Оның бәрі кімдерге берілді, қалай кетті? Осының өзін сақтап қалсақ, бізге қандай байлық болар еді? Бізді итак көре алмай отыр Қазақстанның байлығын, жерін бәрін. Бізге көпсініп отыр осының бәрін. Біз соны сақтай алмай отырмыз. Қазірдің өзінде алдап отыр. Жердің мәселесі әлі шешілген жоқ. Жер кімнің қолында екені әлі белгісіз. Бұрын Лужковтың әйелі, басқа да Кулагиндерді, Терещенколарда қанша миллиондаған гектар жерлер болды. Олар қазір қайда? Қарапайым кісілер қалаларда, кейбір жерлерде 10 сотық жер ала алмай отыр. Жер жетпей жатыр.